Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен өте керемет, дәмді, жасалу жолы өте оңай струдель тамағын жасайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен тестасын дайындаймыз. Бізге жылы су және де тұз қажет. Тұзымызды салып, жақсылап араластырып ертіп аламыз, және де бізге бір жұмыртқа қажет. Енді жұмыртқаны да жақсылап араластырып аласыздар. Содан соң ұнымызды салып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Бізде қатты емес, жұмсау емес, орташа тығыздықта қамыр дайын болуы қажет. Енді тестамыз дайын болғаннан кейін бетін жауып, қойып қоятын боламыз. Июі қанғанша 20 минутта. Бізге поливна картоп, ет, пияз және де сәбіз қажет. Барлығын турап дайындап аласыздар. Тестамыздың ішіне сәбізімізді теркадан өткізіп аламыз. Енді қазанымызға майымызды құйып, майымыз қызғаннан кейін барып, бір пиязымызды осылай турап салатын боламыз. Жақсылап пиязды қызарғанша қуырып аласыздар. Жақсылап қуырып алдық. Енді етімізді салатын боламыз. Кез келген етті қоса берсеңіздер болады. Етімізді қып-қызыл қылып, әбден жақсылап қуырып аламыз. Кішкене тұз салсаңыздар өте дәмді болып шығады. Осылай 5 минутта жақсылап қуырып алдық. Етіміздің суы шығып өте әдемі болды. Енді осы теркадан өткізген сәбіздің осындай кішкентай бөлшектерін алып қосып жібереміз. Сәбізімізді қуырып, содан соң картопымызды салып, картопымызды жақсылап қуыратын боламыз. Енді өзіңізге ұнаған кез келген дәмдеуішті қоссаңыздар болады. Және де бір ас қасық томатымызды салып, барлығын жақсылап араластырып, қызарғанша тағы да қуырып аласыздар. Осылай әдемі болып қызарып қуырғаннан кейін суды көз мөлшерімен құямыз. Тым көп құйып жүрмеңіздер. Енді тағы да тұз салып, бетін жауып, бір қайнататын боламыз. Қайнағаннан кейін астын жай қойып, 30 минутта қайнатасыздар. Енді ыдысымызға сәбізімізді салып, дәміне қарай тұз, өзіңізге ұнаған кез келген дәмдеуіш қолдансаңыздар болады. Енді жақсылап араластырып аламыз. Дәмдеуішіміз сәбіздің барлығына сіңіп, өте әдемі болып шығуы қажет. Сәбізіміз жұмсарып, кішкене су шығады, артық суын төгіп тастайсыздар, әйтпесе қамырымыз жұмсарып кетеді. Осымен дайын. Енді қамырымызды өте жұқа етіп жайып, күнбағыс майын барлық шетіне жағып шығасыздар. Майды тым көп құюдың қажеті жоқ. Енді жоғарғы бөлігін осы бірінші бетіне тастап, осылай жағып шықсаңыздар болады, сонда тым майлы болмайды. Енді сәбізімізді барлық шетіне сеуіп шығамыз. Сәбіз ұнатпасаңыздар, орнына бір бума укроп пен чеснокты араластырып қоссаңыздар болады. Енді сәбізімізді барлық шеттеріне сеуіп, содан соң жақсылап орап алатын боламыз. Арасына кішкене май жағыңыздар, сонда қамырыңыз бір-біріне жабысып қалмай, өте әдемі болып шығады. Негізі сәбізбен жасасаңыздар өте дәмді шығады. Сәбіз жемейтін балдарыңыз да жеп қояды. Ешқандай сәбіздің дәмі білінбей, керісінше өте дәмді болып шығады. Енді видеода көрсетілгендей бірнеше бөлшектерге бөліп алатын боламыз. Осымен біздің тестамыз дайын болды. Барлығын осылай бөліп дайындап алдық. Енді қайнап тұрған қазанымызға салып пісіретін боламыз. Суымыз осындай мөлшерде болуы қажет. Қамырымыз кішкене ғана батып тұрса жеткілікті. Осылай шет жағынан бастап салып шығасыздар. Енді орташа отта бетін жауып 40 минут пісіріп аласыздар. Осылай буымен өте әдемі болып піседі. Жұмыртқаға иленгеннен кейін қамырыңыз езіліп кетпей, өте әдемі болып шығады. Видеода көрсетілгендей тестамызды салып, содан соң поливін қойып, осылай ұсынсаңыздар болады. Осымен тағамымыз дайын, өте дәмді болып шықты. Сіздерге видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, қолдау білдіріп кетіңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге баршаларыңызға рахмет.